Ғибратты әңгіме: әйел неге еркекке бағынуға тиіс? Бір әйел тікелей эфирде болып жатқан пәтуа сағаты хабарына қоңырау соғып шейхқа: неліктен бізге ислам діні еркекке бағынуды бекітіп қойып, ал еркектерге оны міндет қылмады деп сұрақ қояды. Сонда шейх: сіздің қанша балаңыз бар деп сұрайды. Әлгі әйел: 3 ұлым бар деп жауап қатады. Сондағы шейхтың жауабы: Алла тағала сізге бір еркекке бойұсынуды бұйырыпты, ал 3 еркекке сізге бағынуды бұйырып қойыпты. Сіз болсаңыз, сол бір еркекке бағынбасаңыз, жаннатқа кіре алмайсыз. Ал 3 еркек болса, сізге бағынбаса, жаннатқа олар да кіре алмайды. Қанеки, айтыңызшы, артықшылық кім жақта деп сұрақ қояды.